Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен tag'i sport жаңалықтары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Janibek Alimxanulumen jengilmagan nokautchi jekpi-jegi taqdiri aytildi. Boks turali жазатын ukrainalik vring.com sayti ko'pchilik kutетін жылдың 20 jekpi-jegi atandi. Ularning qatarında orta salmoqda WBO және IBF chempioni Janibek Alimxanulumen Britaniyalik Hamza Shiraz'ında ayqasi par. Janibek Alimxanulumen Hamza Shiraz sarapqa ne salınadi. 72-6 kiledagi 2 titul. Nega reytingde 14-chi. Eğer Shiraz shinimen biz o'ylaganday mıқты bo'lsa, o'nay bo'lmasa da Carlos Adames'i WBS belbеуінен ayiradi. Al sodan keyin Arina Alimxanulumen жұдырықтасқаны ko'rgimiz keladi. Biroq Rage sessionda Janibekdan hech ko'zga ilinmay o'tir. Shiraz Alimxanulumen jekpe-jekka шығуға so'z berib qo'ysa da, Hamza'nın sözüne ештеңе байланысты емес екендігін жақсы білеміз. Hamza міндетті түрде Chris Eubank сияқты біреудің тауып береді. Сондықтан бұл айқастың мүмкіндігі 1-5 деп жазыпты дерек сөз. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Баршаға рахмет. Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек қана bizde bo'ladi. Golovkinning komandasындағы bokschi 12 nokauti бар qarşılaspен ayqasadi. Екінші орта салмақта қазақстандық bokschi Ali Ahmedov кәсіпқойдағы келесі жекпе-жегін 2025 жылдың 17 қаңтарында ақштың Камерис қаласында өткізетін болды. Boxrace.com мәліметінше, Алидің қарсыласы америкалық Рональд Эллис болады. Ал жекпе-жекте 10 раундқа есептелген. Бастапқыда қазақстандық боксшы рингке 25 қаңтарда оралатыны айтылған еді. Алайда енді ол бір апта бұрын айқасатын болды. Жекпе-жегін кешін Геннадий Головкиннің бұрынғы промоутері Том Лефлер ұйымдастырады. Ал трансляция UFC Fight Pass жүргізеді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.